Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тәтті, жеңіл болып келетін панкейктің рецептімен бөліскелі отырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кішкентайларыңызды осылай қуантсаңыздар болады. Көріп тұрғаныңыздай өте пышный әрі жеңіл болып келеді. Ендеше рецептімен бөлісе кетейін. Жұмыртқамызды осылай бөліп алдық, ағы мен сарысын. Енді жұмыртқаның сарысына барлық қоспаларымызды қосып дайындап аламыз. Оған сүтімізді қосамыз. Ұнымызды ерезектен өткізіп, осылай барлық қоспамызды жұмыртқаның сарысына қосыңыздар. Осылай бір қалыпты сұйық тестамызды жасап аламыз. Шамалы тағы да сүтімізді қосып жібердік. Осымен біздің жұмыртқамыздың сарысына тестасы дайын. Оны бір шетке қоя тұрыңыздар. Енді жұмыртқаның ағына шым-шым тұз қосасыздар. Бұл біздің жұмыртқаның тез көтерілуіне себебін тигізеді. Көлемін ұлғайта бастағанда біз шекерімізді 3 бөліп қосасыздар. Байқасаңыздар, жұмыртқаның ағы көлемін 3 есе ұлғайта бастады. Біздің панкейкіміздің биік болып көтерілуі осы жұмыртқаның ағына байланысты. Сондықтан оған уақыттарыңызды аямаңыздар. Қол миксермен де тез шығады. Ойлап қалмаңыздар. Тек бұндай миксермен ғана емес, қол миксермен де істеуге болады қыздар. Біздің пенкамыз дайын болды. Енді осыны жұмыртқаның сарысымен араластырып аласыздар. Массасы түсіп кетпеу керек, көп қозғап жібермеңіздер. Жұмыртқаның ағы тез басылып қалады. Сондықтан да соған аса мән беріңіздер. Біздің табамызды майлап аласыздар, қыздырып. Бетін
осылай шауып қойыңыздар. Дегенде келесі бетіне осылай ауыстырып отырасыздар. Менің табам кішкентай, сондықтан да мен біреулеп қана пісірдім. Егер сіздердің табаларыңыз үлкен болса, әрине көп пісірсеңіздер болады. Біздің панкейк осылай биік болып көтеріледі. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар.